Адамды сынау өз деңгейіңді көрсету. Ертеде бір дана кісіден сұрапты: айтыңызшы, адамдарды қалай тануға болады дейді. Сонда дана үнсіз ғана екі дорбаны алдына қояды. Бір дорбаның ішінде тола тас, екінші дорбада тек қана айна бар екен. Тасты көтергенде әрине адам ауырсынады, айнаға қарағанда өзін көреді. Бұдан не ұғамыз? Демек, сіз біреуді сынау мінеу арқылы соның ауыртпашылығының бәрін бойыңызға көтересіз. Ал айнаға қарау оны түсінумен бірдей. Қазақта сөз бар: өлшемей пішпе, адамды танымай үкім шығарма деген. Ешкімді сынамаңыз. Сіз оның жолымен жүріп өткен жоқсыз. Оның түнде не ойлап ұйықтайтынын білмейсіз, таңертең қандай оймен оянатынын білмейсіз. Кей адамдар тым қатал көрінеді. Ол да бір кездері жұмсақ болған. Өзін түсінетін, қасында адам қалмағаннан кейін қаталдыққа бой алдырған. Кей адамдар үнсіздікті жөн көреді. Себебі оның сөзін сөйлейтін емес, сөзін түсінетін адам таппағандықтан. Біздің өмір жолымыздағы кездескен адамның бәрі бізге ұстаз. Біреу сізді сабырлыққа үйретеді, біреу сізді шүкірлікке үйретеді, біреу сізді даналыққа үйретеді. Сондықтан ешкімді сырттай сынамаңыз. Сыншыл адам міншіл.